Ассалаумағалейкум көрермен, Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар тізгенде Асаубек Айымбетов әріптестерім дайындаған ақпараттардың ең негізгілеріне тоқталайық. Таиландта отандасымыз мерт болды. 57 жастағы жерлесіміздің денесі судан табылды. Ал Ақмола облысында бір отбасының 4 адамы бір-бірін құтқарамын деп суға батып кетті. Семья из города Астана, они прибыли купаться. Всего было 5 человек, из них 4, к сожалению, утонули. Қайғылы жайттардың жай-жапсарын баяндаймыз. 4 айдан бері жалақыдан қағылған 100-ден астам жұмысшы жыларман күйде. Біреуінің үйінде тажы наны жоқ, кредиттерін төлелмеді. Қарызға белшесінен батып, ағадал еңбегінің ақшасынан ада қалған құрылысшылар арызы. Турбалар бұзап кетсек болады, соларға соған кеп тұрмыз, тақап тұрын шын айттың бар ғой. Қара құрт қаптап барады. Еліміздегі әкімдіктер улы жәндікпен күресті бастады. О 4-5 сағатта адамды өлтіретін зиянкестен қалай сақтану керек, халыққа ескерту жасаған мамандардың мәлімдемесі. Гранттың да гранты бар, талаптары бір бөлек. Тегін білімнен қағылған түлектерге тағы да мүмкіндіктер бар. Әкімдік гранттарына әр бала өздері хабарласып білуге болады талаптарын. Түрлі қорлар, әкімдіктер мен һәм мемлекеттік компаниялар ұсынған гранттарды қалай ұтып алуға болады? Мектеп бітірген ұл қыздарға құлақ қағыз. Көріңіз. Ақмола облысында бүтін бір отбасы суға кетті. Қайғылы оқиға кеше Аршалы ауданына қарасты Арнасай ауылының маңындағы су қоймасында болды. Астаналық ерлі зайыптылар мен олардың 2 баласы ол жаққа демалуға барған екен. Шомылып жүргенде бірінші болып суға 2001 жылғы қыз бата бастаған. Оны құтқаруға 47 жастағы әкесі мен 24 жастағы ағасы ұмтылыпты. Өкінішке қарай оларда судан шыға алмай қалған. Жары мен балаларын құтқарамын деп суға секірген 44 жастағы әйел де көз жұмды. Қызы мен анасының мәйітін куәгерлер тапқан, ал 2 ер адамның денесін құтқарушылар бүгін таңғы 6-ларда алып шықты. Төтеншеліктердің айтуынша, оқиға шомылуға тыйым салынған жерде болған. Барлығы 5 адам Астана қаласынан келген. Өкінішке қарай 4-еуі суға батып кетті. Ал 5-ші адам ол марқұмдардың 2005 жылғы қызы. Оқиға орын алған жерде шомылуға тыйым салынған белгілер бар. Тұрғындардан сұрайтынымыз судағы барлық қауіпсіздік талаптарын сақтап, тек рұқсат етілген жерде шомылыңыздар және балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар. Шомылу маусымы кезінде облыста 12 адам суда ажал құшты. Таиландта 57 жастағы қазақстандық көз жұмды. Ол демалысының бірінші күні суға батып кеткен. Осы ел бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше қайғылы оқиға 31 шілде күні түстен кейін Пхукет аралының Корон жағажайында болған. Қонақ үйге орналасқан турист теңізге кетіп қайта оралмапты. Ер адам Пхукетке ұшып келгеннен кейін 60 күнге виза алған екен. Шетелде отандасымыздың қаза тапқан сыртқы істер министрлігі растады. Қасақан ағылмыз Павлодарда ағайындылар таныстарының мойнына 16 келілік гіртасын байлап өзенге лақтырып, батырып өлтірді. Сұмды оқиға Железин ауданы Петерижск ауылында болған. Анықталғандай, ағалы інілер жәбірленушілерден сатып алынған үйдің құнын төлемеу үшін осындай әрекетке барыпты. Яғни ер азаматты өзен өткеліне апарып, қолын буып, арам пиғылдарын жүзеге асырған. Дегенмен пайда күнемдік ниетпен адам өлтіргендер бірден ұсталды. Сондай-ақ бауырлардың үйін тінту кезінде заңсыз оқ дәрілер тәркіленді. Ағайындылардың бірі жасаған қылмысы үшін 16 жыл бас бостандығынан айырылса, ал екіншісі 15 жылға сотталды. Ол не үшін отырсың? Әдеттегідей ме деп сұраған. Сонда екіншісі адам өлтіріп өзенге лақтырып жіберген айтқан. Сосын ол көпше түрде гіртасын байлаған және суға лақтырып жіберген мойындады. Көпше түрде айтты. Оған сыбайласың бауырың ба деген сұрақ қойылғанда, ол иә деп жауап берді. Денис Тенді өлтірген қылмыскер жоғары сотқа кассациялық шағым түсірді. Бұл жайлы мәлімет сот кабинетінде жарияланды. Спортшының өмірін қиған үшін сотталған Арман Құдайбергеновтің неге наразы екені белгісіз. Белгілісі арызын адвокат арқылы жеткізген және жоғарғы сот оны 8 тамыз күні қарастырады. Естеріңізге салайын, даңқты мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен 2018 жылы шілде айында бірнеше қарақшының қолынан қаза тапты. Оның өліміне қатысы бар 3 адам 2019 жылдың қаңтарында сотталды. Қылмыстар толық мойындалған Арман Құдайбергенов пен Нұралы Қиясов 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал олардың сыбайласы Жанар Тойлыбаева 4 жылға тоғытылған еді. Қазіргі күні бостандықта.
Ал Қуандық Бишімбаев өзіне шығарылған үкіммен әлі де келісер емес. Экс-министр өз жазасын жеңілдету үшін жанталасып жатыр. Енді оның және туысы Бақытжан Байжановтың ісі жоғарғы сотқа түсті. Бұл туралы сот кеңсесінде белгілі болды. Материал судьяға жолданып та қойған. Еске салайын, былтыр 9 қараша күні Қуандық Бишімбаев азаматтық некедегі әйелі Салтанат Нүкенованы өлтірді деп күдікке ілініп қамауға алынған еді. Тергеу жүргізіліп, сот процесі бірнеше айға созылды. Оны миллиондаған адам тікелей эфирде көрді. Биыл мамырда сот оны әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деп танып 24 жылға соттады, ал қылмысты жасырған Бақытжан Байжановқа 4 жыл кесті. Бұл шешімге қорғаушы тарап шағымданғанымен сотталушылардың жазасын жеңілдеткісі келгенмен өзгеріссіз қалды. Енді адвокаттар жоғарғы сотқа арызданған. Кабинетінде қыз зорлаған үшін сотталған Талдықорғанның бұрынғы бас полицейі Марат Күштібаевтың үкімі еш өзгеріссіз қалды. Сот шешіммен келіспеген ол апелляциялық шағым түсірген еді. Бірақ сот Күштібаевтың кінәлі екеніне тағы толық көз жеткізіп, оған кесілген жазаны күшінде қалдырды. Еске салайын, Марат Күштібаевқа өткен жылдың 12 қарашасында жұмыс бөлмесінде 27 жастағы бұрымдыға күш көрсетіп, онымен жыныстық қатынасқа түсті деген айып тағылған болатын. Ол кінәсін сол күйі мойындамай сот отырыстарында талып та қалған. Ақыры 30 сәуір күні 11 жылға сотталды. Сондай-ақ 10 жыл бойы мемлекеттік қызмет атқару құқығы шектеліп, полиция полковнигі арнайы атағынан да айырылған еді. Жамбылдық полицейлер жаттығу үшін жер талғамайды. Тәртіп сақшылары тіпті қызмет барысында да отжимание жасап отырып тұрады. Әлеуметтік желіде азаматтық киім киген ер адамның 10 шақты полицейге осындай жаттығуларды жасатып, қасқайып қарап тұрған түсірілген видео тарады. Ондағы Бейтаныс Жанның Жамбыл облыстық полиция департаменті бастығы орынбасарларының бірі екендігі жазылған. Осы оқиғадан соң Ішкі істер министрлігі қызметтік тексеріс басталғанын хабарлады. Қазіргі таңда жұмыс уақытында дене тәрбиесі сабағын өткізіп жүрген шендінің нақты кім екені анықталып жатыр. Ішерге ас, төлерге ақша таппай отырмыз. Шымкентте 4 айдан бері жалақының төбесін көрмеген 400-ге жуық жұмысшы осылай деп жыларман. Көп қабатты үйлердің құрылысын жүргізгендерге мердігер компания берешегін бермек түгілі телефонның тұтқасын көтеруді қойған. Ағадал еңбегінің айлығынан ада қалғандар кредит төлеу былай тұрсын үйге нан апаруға тыйым таппай жүр екен. Амал құрғандар енді салған нысанды бұзуға бекініп отыр. Ғалымжан Кенжебек құрылыс алаңындағылардың арызын тыңдап қайтты. Бозарық шағын ауданында үйлерді салып жатқан жұмысшылардан қабақтары қатулы, үнжырғалары түсіңкі. Күзетшілерінде көңіл күйлері жоқ. Өйткені әр 10 күн сайын берілуі тиіс жалақыларын 4 айдан бері алмаған. Тіпті кейбірі 1,5 жылдық нәпақасын даулап жүр. Мемлекеттік тапсырысты ұтып алған мердігер жұмысты қосалқы компанияға берген. Олар өз кезегінде жұмысшыларды тартып, барлығы жақсы болады деп уәдені үйіп төгіпті. Бірақ жеме-жемге келгенде айлықтың жоқтығынан құрылыс басында жүргендер шаршаған. Мен өз басымда 70 адамым бар, мысалда. 70 адамның 70 жағынан айтқан кезде біреуінің үйінде тажы наны жоқ, кредиттерін төлелмейді. Кредиттердің үстіне пениясы жүріп жатыр, мысалда. Оның бәрін ертең бізге фирма төлеп бермейді ғой. Біз талап етіп жатқанбыз, еңбек ақымызды берсін. Қыжалат болғандар тіпті үйлеріне қайталмай жүр екен. Әкімдікке барып жағдайларын айтқанмен нәтиже шықпапты. Ал құзырлы органдарға шағым түсіретін кезде мердігер мекеме өкілдері жалынып жалбарынып, бірнеше күнде айлықтарыңды жібереміз деп ақталыпты. Бірақ есеп шоттарына көк тиында түспепті. Қарының ашқанына да, қадырының қашқанына да ызаланғандар кірпішін өріп, бастан аяқ тұрғызған үйлерді енді қопарамыз деп отыр. Бұл шебердің ырым-жырым отқаны уже 2 жылдан асты, әкімшілікті бәрі естеді, әкімшілікке тастады қағазды, прокуратура тастап кетті қағазды, құрылыс бөлімі тастап кетті қағазды, бәрін ескертіп шықтық. Кірпіштерін бұзсақ болады, жаңағы басқа трубаларын бұзап кетсек болады, соған келіп тұрмыз, соны тақап тұрмыз, шын айтайын бар ғой. Қалалық құрылыс басқармасының дерегінше 29 көп қабатты үйдің құрылысын салуға мердігер былтыр сәуірде келісімшарт жасасыпты. Тіпті 2020 жылдың соңында тапсыруға тиіс болған. Бірақ кем-кетіктер шығып, мердігерге айыппұл салыныпты. Іс сотқа дейін жеткен. Дегенмен қос тарап сотта бітімге келіп, олқылықтарды осы айдың соңына дейін жоюға уағдаласқан. Әр үй 600 миллион теңге шамасында бағаланып, соның 45-50% сомасын мемлекет мердігерге аударып та берген. Бізге бағанағы өткізген орындалған актілерде жұмыс түрлері көрсетіледі. Осындай жұмыс жасады деген сияқты, мысалы кірпіш қалады, терезе қойды деген сияқты. Біз осы жерге келіп аралау барысында анықталады.
кірпіш сапасыз қаланады, терезе бағанағы. Иә, зазорлар көп болып кетеді мысалы. Оған біз ресми түрде отказ беріп, сен орындалған жұмыстарында осындай кемшіліктер бар, соның бәрін уақытқа ретте, сол кезде бағанағы саған төлем жүргізілетін болады деп хабарлаймыз. Жұмысшылардың айтуынша, мердігер компания басшысы Ералы Сауранбаев деген азамат екен. Алматы қалалық мәслихатының депутаты, үстел теннисі федерациясының Алматы қалалық филиалының президенті. Алайда оның жұмыс орнына бірнеше рет телефон соғып, жауап ала алмады. Ал Шымкент қалалық еңбек инспекциясының басшысы жұмысшылар тарапынан түскен шағымдарды Алматы мен Қонаев қаласындағы әріптестеріне жіберетін болды. Ауызша келіссе де ол сол жұмысқа түскен күннен бастап еңбек қатынастары туындады деген есепті білдіреді. Сондықтан жаңағы қызметкерлердің арасында осы соңғы айлықтарын алған жөнінде түбіртектер түскен екен компанияның атынан. Сол үшін осы түбіртектерді бізге арыздың қазір формаларын беріп кеттік. Сол арасына тіркеп бізге жібереді. Бұдан өзге қарапайым жұмысшыларды зарғақсатып жүрген мердігердің мәселесіне қатысты прокуратураға шағым түсірген. Сондықтан әкімдіктен бастап құзырлы органдардың барлығы жіті айналысса екен деген талаптары бар. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен. Елімізде 10 мыңнан астам талапкер тегін оқудан ада қалды. Олар ұбт-дан жоғары ұпай алса да гранттан қағылған. Бірақ ұл-қыздардың әрі де бірнеше мүмкіндігі бар. Жауапты министрлік ақысыз оқуға болатын жолдар тізбектеді. 11 жыл бойы үздік білім алып, білім сынағына дамылсыз дайындалған оқушылар грант алу үшін қайда және қалай өтініш беру керек? Сюжеттен көріңіз. Әлеуметтік желіні ашсаңыз болды, талапкерлердің қуанышымен көз жасын көресіз. Әрине, 11 жыл мектеп партасында отырып, түрлі емтихандар мен дайындықтан кейін мемлекеттік грант иегері атанғандар шынайы эмоциялармен бөлісуде. Сонымен бірге әлеуметтік желіде грант 2024 хэштегімен сәтсіздіктің көз жасын көріп жүрміз. ұбт-дан жоғары балл алса да ақысыз оқуға түсе алмаған талапкерлер бәсекелестері төмен нәтиже көрсетсе де, жеңілдетілген шарттармен тегін оқу құқығына ие болғанын айтып наразы. Проиграл? Да, прикинь, чуть-чуть не хватило. По-моему, проиграл. Министрдің айтуынша мемлекеттік гранттардың көбі инженерлік, техникалық, педагогикалық, IT және су шаруашылығы сияқты қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтарға бөлінген. Жоғары балл жинап тегін оқудан құр қалған талапкерлер бәсекелестігі жоғары кәсіп иесі болғысы келгенінің салдарынан білімдегі жеңілдіктерге ілінбеген. Сондай-ақ былтырмен салыстырғанда биылғы гранттық конкурсқа 11 мың талапкер артық қатысыпты. Бірақ ғылым және жоғары білім министрі тегін оқуға түсе алмаған абитуриенттерге қандай мүмкіндіктер бар екенін айтты. Саясат Нұрбектің сөзінше, оқушыларда грант иегері атану мүмкіндіктері көп. Себебі қосымша гранттардың саны 10 мыңға жуық екен. Ректорлық гранттарға келетін болсақ, әр 18 ректорлық гранттарды беріп отқан университеттерге осы тізімдерді біз береміз. Бірінші, осы балалардың ішінен таңдайды олар. Ең мықты балалармен өздері таңдайтын болады. Екіншіден, мына 3 мыңға жуық босап атқан гранттар, оларды қыркүйек айында тарататын боламыз. Келесі жоғары балмен автомат түрде грант солған берілетін болады. Министрдің сөзінше мемлекеттен бөлек жергілікті әкімдіктер 2 мыңнан астам грант бөлген. Ал Казэнерджи қауымдастығы мен Яссауи атындағы халықаралық түрік университеті жыл сайын 500 талапкерге тегін оқу мүмкіндігін беріп отыр. Сондай-ақ жекеменшік қаржылық ұйымда 400 оқушыға ақысыз оқуға жағдай жасап жатыр екен. Ал Қазақстан халқына қоры әлеуметтік осал топтағы отбасынан шыққан балаларға биыл 800 грант бөлген. Сонымен қатар Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Түркістан, Қызылорда, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстандық талапкерлерге техникалық мамандықтарға 50-ге жуық грант бөліп отыр. Өткен жылы мұрагер бағдарламасы аясында 34 грант бөлінді. Биылда біз конкурстық іріктеу нәтижелеріне назар аударамыз. Әлеуметтік жоба аясында Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы орналасқан өңірлердегі талапкерлерді, колледж түлектерін және бакалавр студенттерін қолдауға дайынбыз. Астана қаласы әкімнің грантына еліміздің кез келген өңіріне талапкерлер қатыса алады. Яғни 75 балдан жоғарғы нәтиже көрсеткен үміткерлер бақтарын сынауына болады. Әкімдіктің тегін оқуына ие болған оқушы кемінде 3 жыл елордада жұмыс істеуі қажет. 2024 жылы Астана қаласының білім беру грантын 858 грант бөлінді. Әрине квота қарастырылған, ішінен жетістіктері қарастырылған және де алтын белгі медальдары барлығы квоталы қарастырылған. Сондықтан да түлектер мойымай өз бақтарын сынап көргендері дұрыс. Серік Дәрменұлы, Алмас Әкімбек, Еуразия, бірінші арнасы.
Биыл 1 қыркүйек жексенбіге түсіп тұрса да, еліміздің барлық мектептерінде линейкалар өтеді. Бұл туралы оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев мәлімдеді. Ведомство басшысы осылайша мерекелік атмосфераны білім ошағының табалдырығын енді аттап жатқандарға барынша сездіруге тырысып жатыр екен. Бірақ оқу маусымының басталуына 1 айдан аз уақыт қалса да, республикамыздың бірқатар өңіріндегі мекемелерде жөндеу жұмыстары аяқталмаған. Ал тасқыннан зардап шеккен аймақтардағы 19 мектеп қайта ашылмауы мүмкін. Жылдағы тамызда қайталанатын мектеп жыры тағы басталды. Үкімет отырысында премьер-министрге білім саласына жауапты министр есеп берді. Еліміздің бас ұстазы Ғани Бейсенбаевтың сөзінше, биыл оқу маусымы басталғанша жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында су жаңа 20 мектеп пайдалануға беріледі екен. Сондай-ақ оқу маусымының аяқталғанға дейін 536 мың балаға шақталған 302 білім беру ошағы есігін айқара ашады деген жоспар бар. Бірақ бұл әлі де болса 3 ауысымдық мектеп мәселесін түбегейлі шешпейтін сияқты. 3 ауысымды мектептер бүгінгі күні 106 мектепті құрайды. Бірақ оның өзін біз биылдың өзінде 92 3 ауысымдық мектептің мәселесін шешуді жоспарлап отырмыз. 106-ның. Ал енді 1290 мектепте отырғанымыз бұл заманауи үлгідегі күрделі жөндеуді және тиісті мына пәндік кабинеттермен жабдықтауды қажет ететін мектептердің санын бүгінгі күні анықтап отырмыз. Сондай-ақ еліміздегі мектептердің қауіпсіздік мәселесі де ақсап тұр. Әлі күнге дейін кейбір білім ошақтары дабыл түймелерімен, бейнебақылау камераларымен толық жабдықталмаған. Балалардың амандығына салғырт қарап отырған өңірлердің арасында Ақтөбе, Алматы, Атырау облыстары бар. Аталған аймақтағы мектептерді зейнет жасындағы кісілер күзетіп жүр екен. Егер оқу орындарының 700-ден адам асса, онда лицензия алынған күзет ұйымдары қатыстыру қажет. Оларды радио байланыс құралдары, қызметтік қарулары, жедел мобильді топтары болу керек. Күзетшілердің көбісі қарапайым бақилар, зейнеткерлер, ол үлкен кісілер, көбінесе әйел азаматтар. Дегенмен бірқатар өңірде мектептер оқу жылының басталғанына дейін пайдалануға берілмей қалуы мүмкін. Мәселен, Ақтөбе облысындағы 7 білім ошағының құрылыс жұмыстары негізсіз созылып жатыр. Олжас Бектенов үкімет отырысында осы мәселеге назар аударды. Ол барлық күш-жігерді біріктіріп, нысандардың белгіленген мерзімде тапсырылуын қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Тамыз айында күрделі жөндеу жұмыстарының барлығы аяқталуға тиіс. Алайда 18 мектепте жоспарланған жұмыстардың 30% ғана орындалған. Бұл Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстарына қатысты. Аталған өңірлер шұғыл шаралар қабылдамаса болмайды. Балалар таза әрі ыңғайлы кабинеттерде білім алу үшін оқу процесі басталғанға дейін жөндеу жұмыстарын аяқтаңыздар. Сондай-ақ бастауыш сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қажетті қаражат бөлініпті. Биыл 1,7 миллион оқушы бір мезеттік тамақпен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ 4 миллион оқушыға оқу маусымы басталады екен. 362 мың бала қоңыраудың сыңғырын алғаш рет естиін деп тұр. Министрдің сөзінше барлық материалдық техникалық база толығымен жабдықталған, тек сол құрылыс кейбір мектептерде кестеден кешігіп жатқан көрінеді. Қайыркен Отыншы, Ерсұлтан Берікболов, Еуразия бірінші арнасы. Баянауылда табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Торайғыр көлінің аумағында қарақұрт көбейіп жатыр. Қызметкерлер күн түн демей қауіпті жәндікті қолмен жинап, құртып жатқанмен нәтиже көңіл көншітпейді. Себебі елді мекенде зиянкестің жұмыртқалары мен қабықтар шамадан тыс көбейіп кеткен. Халық алаңдап отырғандықтан аудан әкімі Ардақ Кісентаев жиын өткізді. Бұдан бөлек төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі комиссияның кезектен тыс отырысын өткізілмек. Айта кетсем, қарақұрт өте қауіпті жәндік, ол шаққан адам қатты уланып, кейде өліп те кетуі мүмкін. Өлілердің өзінемдеген аудандағы ауруханаларға тексеріс жүргізген Ақтөбе облысының прокурорлары біраз былықтың бетін ашты. Кейбір емдеу мекемелері медициналық қызмет көрсетілген пациенттер тізіміне марқұмдарды да қосып қойған. Мысалы, маусымда қайтыс болған тұрғынды құжат жүзінде тірілтіп, қазанда медициналық тексеруден өткізіпті. Ал жүрек қан қысымы дертімен ауыратын 36 науқасқа тегін берілетін дәрі-дәрмекті бермеген. Тек прокурорлардың тексеруінен кейін ғана ем-доммен тексеруден сырт қалғандарға назар аударып отыр. Ақтөбе облысы прокуратурасының араласуынан кейін ғана заңбұзушылықтар жойылып, 100-ден астам адам қажетті дәрі-дәрмектермен және қызметпен қамтамасыз етілді.
Сонымен қатар қайтыс болғандарға медициналық қызмет көрсету фактілері анықталды. Көрсетілетін медициналық қызметтердің саны асыра бағалау мақсатында бұл қызметтер деректер базасына енгізілді. Елімізде есірткі өндіретіндер өмір бойына сотталуы мүмкін. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, мәжіліс депутаттары алдағы сессияда осындай қылмысқа барғандарға жауапкершілікті күшейтетін заң жобасын қарайды. Оған бірден бір себеп есірткі зертханаларының көбейіп кеткендігі. Мәселен, осы жылдың 7 айында полиция тек синтетикалық есірткі өндіруді жолға қойған 24 жасырын лабораторияны жойған. Тек Алматының өзінде осындай 11 дерек анықталыпты. Ал Алматы облысында тәртіп сақшылары синтетикалық есірткі өндірген 7 зертхананы тапқан. Мұндай орындар Астанада да анықталды. Ақшаға ұныққан қаскөйлер адам көзінен таса, ешкім байқамайтын үйлерді жалға алып, жымысқы әрекеттерін іске асыратын көрінеді. Жасанды интеллектінің игілігі еліміздегі бейнебақылау камераларына бет-әлпетті тану жүйесі қосылуда. Жаңашылдық барлық өңірлердегі жабдықтарға енгізілмек. Бұл туралы бас прокурор Берік Асылов өзінің әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады. Мұндай камералар Алматы мен Атырау облысында бірнеше күннен бері жұмыс істеп тұр екен. Нәтижесі жаман емес. 2 күнде тергеуден жасырынған 2 адам мен хабар ошарсыз кеткен 2 тұрғынның ныспысы автомат түрде танылыпты. Ал қазіргі қолданыста камералар арқылы прокурорлар 53 қашқынды анықтап ұстаған. Жасанды интеллект камераларының көмегімен жас пен сырт келбетінің өзгеруіне қарамастан адамдарды тауып, іздеу шараларын күшейтуге болады. Прокурорларға жүйені барлық өңірлерге енгізу тапсырылды. Қазір 9 мыңнан астам адам іздестірілуде. Оның 2,2 мыңы қылмыскер және 2 мыңы хабарсыз жоғалғандар. Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловтың әлеуметтік желідегі жазбасынан. Елімізде жүргізуші куәлігін алу және жаңарту жеңілдетілді. Мәселен, қазақстандықтар көлікті басқаруға рұқсат беретін құжатын мерзімі өтіп кеткен, жоғалған немесе ұрланған кезде қайта рәсімдейтін. Енді тегі, аты және әкесінің аты өзгерген кезде де ала алады. Яғни аты жөніңізді ауыстырсаңыз, егов.kz порталы арқылы құжатыңызды жаңартуға болады. Тағы бір айта кетерлігі. Бұған дейін жүргізуші куәлігі тек мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында ғана берілетін. Енді оны онлайнда алуға болады. Құжатты қашықтан рәсімдеу 1 сағат уақыт алса, сондарда 2 сағатқа дейін қысқартылды. Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының мүшесі Демеу Жадыраев Париж Олимпиадасының жартылай финалына өтті. Отандасымыз ешкім күтпеген сенсация жасап, әйгілі қырғыз балуаны 2 дүркін. Ұлттық музейде Өзбекстан суретшілері мен шеберлерінің көрмесі ашылды. Онда көршілес елдің дәстүрлі өнерін паш ететін туындылар қойылған. Көздің жауын алар әсем картиналар мен адам қолымен тоқылған жібек кестелерді қалың көрермен таңдай қағып тамашалады. Ағашқа өрнектеп салынған бұйымдар мен мың бояулы туындыларға отандық суретшілер жоғарғы баға берді. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Эфирде әрі қарай көреміз, ток-шоу жалғастырады. Амандықта жүздескенше.